Сәлеметсіздер ме? Мен Сұңқар орта мектебінің 7-ші Б сынып оқушысы Мансур Марайсы, ғылыми жетекшім Махаббат Маргажданова. Жасыл идея номинациясы бойынша ғылыми жобамды сіздерге ұсынамын. Ғылыми жобамның тақырыбы туған өлке табиғатын қорғаудағы менің рөлім. Жалпылама мәлімет, бадам өсімдігі раушан тұқымдасына жататын көпжылдық ағаш. Ол бізде 4-10 метрге дейін өседі. Бізде ең алдымен көктемде бадам өсімдігі гүлдейді. Оның гүлдері әдемі болады. Ол қызғылт және ақ түстес болады. Бадам өсімдігінің өсуі. Бадам өсімдігі ыстық жерлерде өседі. Мысалы, Өзбекстанның Самарқан, Ташкент қалаларында. Және де бұның топырағы ылғал болуы тиіс. Сондықтан бұл тез өседі. Және де бізде ең алдымен отырғызған кезде бұның тұқымын ісіндіріп алуымыз керек. Одан кейін ақырында тамыр шыға бастайды, одан кейін жапырақ пен сабақтары шыға бастайды. Ал 20-30 күнге толғанда кәдімгі осындай ағаш шашақты болады. Мен қазір сіздерге бадам өсімдігінің тұқымын салып көрсетемін. Бізде бадам өсімдігінің тереңдігі 20-25 см болу керек. Ол топырақты ылғалды болу қажет. Егер топырақ ылғал болмаса, біздің бадам өсімдігіміз өспей қалады. Сондықтан мен бадам өсімдігінің тұқымын ылғалды топыраққа салдым. Мен бұл бадамды 4 ай бұрын тіккенмін. Ноябрь айында тұқымын салдым. Бадам өсімдігінің пайдасы. Бадам өсімдігінде дәрумен көп болғандықтан ол теріге, жүрекке және миға өте пайдалы. Жалпы бадам өсімдігі туралы бір қызықты факт. Бадам өсімдігі 50 жылдай өседі және 50 жылға дейін жеміс береді. Оны көп адамдар жаңғақ дейді, бірақ ол жаңғақ емес, сүйікті жеміс. Жалпы қорытындылай келе, бадам өсімдігі тек қана адамға ғана емес, сонымен қатар табиғатқа да пайдасы өте зор. Және де бізде бадам өсімдігі тек қана тағамға қосылмайды, сонымен қатар косметикаға да және медицина саласына да және парфюмерияға да өте пайдалы болып келеді. Бізде бадам өсімдігі сондай-ақ дәрумендерге өте бай болады.